Біз күнделікті өмірде өз ойымызды әртүрлі топтарға, әртүрлі адамдарға жеткізуге тырысамыз. Қарапайым достарымызбен болатын әңгімеден бастап, үлкен деңгейдегі жобалар, презентациялар қорғау, болмаса сабақ айту, осының барлығын қарастыруға болады. Осы кезде белгілі бір жүйенің, белгілі бір реттің болғаны дұрысырақ. Кіріспе, негізгі бөлім және де қорытынды. Осы негізгі ретті қалыптастырады. Кіріспе бөлімі. Оның негізгі екі міндеті бар. Біріншісі аудиторияға бізді бейімдеу, яғни даусымызға, түрімізге. Екіншіден аудиторияны болашақта айтылатын негізгі әңгімеге бейімдеу болып табылады. Негізгі бөлім. Осы кездерде біз барлық айтқымыз келетін негізгі ойларды, негізгі қалауларымызды, негізгі қажеттіліктерімізді енгізуіміз керек. Үшіншіден қорытынды бөлімі. Енді не қалайтындығымыз, аудиторияда не талап ететіндігіміз туралы осы жерде айтылады. Міне, осы жүйе біздің өз ойымызды жеткізуімізді әлде қайда жүйелі, әлде қайда түсінікті және де әлде қайда пайдалырақ етеді.